Сәлем достар, бұл құпия каналы, сіздермен бірге Альфия. Бүгін 4-ші видеом. Өте қарапайым техника болғасын сіздермен бөліскелі отырмын. Бұл техника растущая лунада ақша шақыру техникасы. Яғни қолыңыздағы бар ақшаның берекесі болу үшін, және де майда шүйде қай жерден белгісіз, бірақ жан жақтан сізге ақша келетін болады. Ол үшін мына скоропомощникті сіздер жасауыңыз керек. Біздерге растущая луна керек. Бұны растущая лунада жасаймыз. Қазір достар, растущая луна бірінші новолуние болады, жаңа айтуат, одан кейін растущая луна басталады. Яғни растущая луна дегеніміз былай қарап тұрады. Бұл өсіп келе жатырған ай. Убывающая луна былай қарап тұрады. Ал растущая луна былай қарап тұр. Бұны көбі білетін шығарсыңыз, осы растущая лунада жасайсыңыз. Сыртқа шығасыңыз, ешқандай қиындық жоқ, достар. Сыртқа шығасыңыз да, сыртта аспан тұнық, ешқандай бұлтсыз болып тұрған кезде сыртқа шығып, осындай растущая лунаға қарап, мен берген дұғаны 3 рет оқисыңыз. 3 рет оқисыңыз, болды достар. Басқа еш нәрсе жасамайсыңыз, ары қарай өз жұмыстарыңызға кете беруіңізге болады. Дұғаны мен, достар, комментарияға бекітіп қоямын. Сол дұғаны 3 рет оқисыңыз, атыңыз деген жерге атыңызды айтасыңыз да 3 рет оқисыңыз, айға қарап. Бірақ бұл кезде, сыртқа шыққан кезде аспан тұнық, кәдімгідей ай көрініп тұру керек. Ай осылай көрініп тұрады. Растущая лунада ай осылай көрініп тұрады. Достар, толған айға дейін растущая луна болып саналады. Қазіргі мезгілде ертең немесе ар күні жасасаңыз болады, достар. Сәттілік.